екінші бақытым халқым менің. Соған берер ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, баттырақ алтыннан нарқам менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тілімнен түңілмедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, оянбай-ақ кел дағы отау менен. Мұқағали Мақатаев Сүлейменұлы 1931 жылы дүниеге келіп, 1976 жылы дүниеден өткен. Шын аты Мұхаммед Қали, қазақтың лирик ақыны. Мұзбалақ ақын өз заманында лайық бағасын алмаса да, өзіне кейінгілер үшін мәртебесі биік. Ақиқ ақын 1920 жылы Алматыдағы шет тілдері институтының неміс тілі факультетіне оқуға түсіп, көп ұзамай тұрмыстық жағдайына байланысты оқуын тастайды. 1954 Қарасаздың бастауыш мектебіне орыс тілі мұғалімі болып тағайындалады. Осы жылы ақынның 3 өлеңі әдебиет және искусство журналында жарияланды.